Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге таңғы асқа арналған дәмі аузыңызда қалатын ерекше тағамның түрін көрсететін боламын. 3 жұмыртқаны алып, ағы мен сарысын бір-бірінен ажыратып аламыз. Жұмыртқаның ағын миксердің көмегімен 3-4 минут көлемінде аппақ түс болғанға дейін араластырамыз. Бізде осындай масса дайын болу керек. Табамызды баяу отқа қойып, үстіне аз мөлшерде май құямыз. Май кішкене қызғаннан кейін дайындап алған жұмыртқамызды үстіне салып, келесі бетіне аудармай баяу отта пісіріп аламыз. Дәміне қарай аз мөлшерде тұз саламыз. Жұмыртқамыз пісуге таяған кезде бетіне өздеріңіздің қалаған мөлшерде сыр салсаңыздар болады. Алдын ала дайындап алған массамызды сыр мен жұмыртқаның үстіне салып, барлығын бір тегіс етіп жаямыз. Массамызды салып болғаннан кейін отта 1-2 минут көлемінде ғана ұстаймыз. Массамызды жарты бөлікке қарай аударамыз, бір-біріне беттестіреміз. Осы видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай черри, огурцы қойып безендірсеңіздер болады. Осымен біздің пешный омлет дайын. Егер сіздерге видео пайдалы болған болса, менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Сіздерге әрдайым жаңа видеолармен бөлісетін боламын.